Құрметті қала тұрғындары, құрметті әріптестер. Шымкент қаласы аумағында жол ережесін бұзған автокөліктерді автоматты түрде тіркейтін 100 көше қиылысына 877 бейне бақылау және 200 көше желілеріне 800 бейне бақылау жүйелері, яғни 1677 бейне бақылау орнатылды. Қазіргі таңда 200 көше желілеріндегі 800 бейне бақылау іске қосылып, автоматты түрде жұмыс істеп тұр. Бұл бейне бақылау мен әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 592 бабымен белгіленген жүру жылдамдығын арттыру бабында көрсетілген әкімшілік құқық бұзушылықтарды автоматты түрде анықтайды. Ал 100 көше қиылысына орнатылған 877 бейне бақылаулар қатысты толық ескерту жол белгілері орнатылмауына байланысты іске қосылуы кейінге қалдырылып отыр. Қосылатын күні мен уақыты қосымша хабарланатын болады. Бұл құрылғыларға әкімшілік құқық бұзушылық тіркелген кезде полиция қызметкерлері төмендегідей жұмыс атқарады. Жүйеге түскен құқық бұзушылықты полиция қызметкері өңдейді. Өңделгеннен кейін автоматты түрде бірден автокөлік иесінің ұялы телефонына 1414-тен әкімшілік айыппұл тіркелген туралы хабарлама барады. Қосымша Шымкент қаласы аумағында компьютер принтермен жабдықталған 8 арнайы автокөлік әкімшілік айыппұлдарды бар жүргізушілерге ұйғарымдарды таратып, төлеу қажеті туралы ескертулер жасайды. Сонымен қатар Шымкент қаласы аумағында қоғамдық және жол қауіпсіздігін бақылайтын 1500 бейне бақылау орнатылды. Бұл бейне бақылаулармен жедел басқару орталығының қызметкерлері тәулік бойында қылмыстық алдын алуда, ашуда және әкімшілік құқық бұзушылықты анықтау бойынша жұмыс атқарады.